және де бағана айтып кеттік, өзге адамдардың дүниесіне көз салмау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, әр мұсылманға малы, жаны, ары харам дейді. Бұл дегенде құрметті ағайын, әрқашанда бізде өзіміздің өзгелердің мал дүниесінен көзіміз аулақ ұстайық. Неге деген уақытта ол бізді жамандыққа итермелейді, құрметті ағайын. Және де барынша енді мына өмірде бір кейде айтады ғой, ақыл айту оңай дейді ғой. Бір амал істеу қиын да, құрметті ағайын. Бірақ та ойлаған адамға амал істеу оңай, құрметті ағайын. Өйткені санаулы бір, шектеулі бір, соңы бар күндерде қызық өмір сүріп, мәңгілік өмірде қиындыққа жолығу, құрметті ағайын, одан азат нәрсе жоқ та. Қарапайым мәселе, кейбір кісілер ұсталып жатыр ғой, мысалы, неше жыл, мысалы, жаңағыдай, қалай айтсам болады, дүние жетеді, абырой жетеді, мансап жетеді, Құдай сақтасын, басына іс түскен уақытта ананың бәрі ұмытылып кетеді, құрметті ағайын. Хадисте былай келеді ғой, қараңызшы. Егерде мына өмірде бірде-бір жамандық көрмеген, сондай тек рахаттың үстінде өмір сүрген, дозаққа түсетін адамды дозаққа бір батыр баса дейді. Мына өмірде бір қиындық көрмеген адамда, бір қиындық көрмеген адам батыр баса, мен қандай рахат көрдім дейді екен ғой. Мен ешқандай рахат көрген жоқпын дейді екен да. Көрген рахатың бар есен шығып кетеді екен, құрметті ағайын. Ана қиындық келген уақытта да. Құдай сақтасын, жағдайлар ұсталып жатыр, неғып жатыр көресіз ғой. Бүкіл өмірін қарайтын болсаң әдемі, бірақ соңғы сәтіне қарайтын болсаң не, ана өтіп кеткен өмірің өтіп кетті ғой. Ләззаты да, қызығы да, алдамшысы да сонымен өтіп кетті. Сен қазір жағдайыңды қарасай. Сол секілді мына өмірде бір рахат көрмеген адамды жәннатқа бір батырып кіргізіп шығаратын болса айтады екен ғой, мен ешқандай жамандық көрмедім дейді екен ғой. Қарапайым мәселе, Құдай сақтасын, адам сырқаттанып қалатын болса, бүкіл өмір ауру сияқтысың ғой, Құдай сақтасын. Кеше ковид, коронавирус қараң, болған кезде бүкіл өмірің біткен сияқты білінеді да. Бірақ жазылып кетсеңші, ауруың есен шығып кетеді да. Адам бала сондай екен де, құрметті ағайын. Рахатта жүрсе, қиындық есен шығып кетеді. Қазақ айтады ғой, сен анау аяз би дей ма? Келеді ғой, етігін іліп қоятын. Адам баласы өзінің кім екендігін де естен шығармау керек екен де, құрметті ағайын. Сол үшін, құрметті ағайын, әрқашанда не, құрметті ағайын, біз өзгелердің малына көз салудан аулақ болу керекпіз. Және де ең маңызды мәселе өз еңбегімізбен не өмірлік нәпақамыз табуымыз керек, құрметті ағайын. Бұл өте маңызды. Кейде үлкен қызметте болса, көке, жәке, кішкентай болса, арқаға тұр деген болады ғой, үлкен болса сенсіреп. Жоқ, ондай емес. Құрметті ағайын, бұл біліңіз да, адам жұмысымен өлшенбейді дәрежесі. Біреу бай болуы мүмкін, бірақ Құдайға сенбеуі мүмкін да. Біреу кейде түгі жоқ болуы мүмкін, бірақ Құдайға сенім өте мықты болуы мүмкін да. Біреу мысалы үшін былай айтқым келіп тұрған мәселе, Алла тағаланың құзырында кімнің деңгейі қандай екеніміз білмейміз да. Өйткені Алла субхана ва тағала дүниемен есептеген жоқ та. Немен? Тақуалықпен есептеді, құрметті ағайын. Алла тағаланың құзырында ең ардақтыларыңыз Алладан қорқатындарыңыз деп айтты, құрметті ағайын да. Сол үшін адам баласына арланбастан өз маңдай терімен еңбек ету керек та, құрметті ағайын. Қазақ айтады ғой, еңбек түбі зейнет дейді, құрметті ағайын. Адам еңбек ететін болса, құрметті ағайын, Алла субхана ва тағала оған береке беріп қояды, біліңіздер. Қараңызшы, біз жас кезде еңбек етіп, маңдай теріміз төгіп, қиналатын шығармыз. Бірақ біріміз қартайғанда бәріміз жақсы болып көреміз. Перзентіміз тәрбиелі болады, иманды болады, әдемі қартаясын, ұрпағын жақсы өмір сүреді, құрметті ағайын. Өйткені біздің адал еңбегіміз міндетті түрде бала шағамызға пайдасын тигізеді, құрметті ағайын. Арам еңбегімізше, құрметті ағайын, ол зиянын тигізуі сөзсіз, құрметті ағайын.